Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пирожки дайындайтын боламыз. Өте пышный болып шығатын болады. Қарапайым рецептпен видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызда жылы су, үстінен пісте майымызды, тұзымызды салып, және де дрожжымызды салып, ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз илеп болды, енді бетін жауып ашытып қоямыз. Мұнда бізде картошкамыз қайнап жатыр. Картошкамыз пісті, енді жақсылап езіп алатын боламыз, ыстықтай, сонда жақсы езіледі. Үстінен бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз жақсы ашыды, көтеріліп, енді суалаға бөлеміз, кішкентай етіп. Әр зуалаға бөлген кезде қолымызды майлап аламыз, өйткені бізге қамыр жабысып қалмау үшін. Біздің қамырларымыз дайын, енді осыны 10 минуттай қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін барып, ортасына картошкамызды салып, осылай тура видеодағыдай етіп қойып шығасыздар. Енді қолымызды майлап алып, үстінен жай басып шығамыз. Қызып тұрған майымызды пісіріп ала береміз. Міне достар, біздің пирожкилеріміз қызарып пісіп жатыр. Міне достар, біздің пирожкиміз дайын болды. Өте әдемі пышный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте қарапайым рецептпен, үйдегі бар затпен жасалынатын рецепт. Егер де видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер қуанып қалатын едім.